нас сегодня бауырсаки. О, анашым, менің бір ауыз сөзім жерге тастамағаныңыз үшін алғыс айтамын сізге. Түрі өте дәмді сияқты ғой. Ата, асқа бата берсеңіз. Сұрасам бата берейін, үстем болсын мерейін. Ықыласпен қол жайсақ, ақ тілегін төгейін. Дастархан мол болсын, денсаулығың зор болсын, қайда жүрсең аман болсын. Осы айтқан тілегім Құдай қабыл етсін. Әумин, Аллаху акбар. Амин. Анашым, рахмет сізге. Қолыңыз дерт көрмесін. Күнде бауырсақ жасайықшы. Бұл енді менің ең сүйікті тамағым болады. Әже, сіз маған бүгін қандай ертегі айтып бересіз? Ой, айналайын. Мен бүгін саған ер төстік деген ертегі оқып беремін. Саған ұнайды. Супергеройлар туралы. Әже, халық ертегісі ма? Иә, батырлар туралы. Өте қызық. Әке, сіз мен 6-шы, 7-ші аталарымның атын тапсыз ба? Балам, мен еще тапқан жоқпын. Бірақ мен бұл Кравический музейде болдым. Ертең библиотекаға барам. Ода бұл жерде бір мықты историк аға бар. Мен сонымен встреча назначить еттім. Ол бізге точно көмектесу керек. Жарай ма? Әке, тез ету керек. Сыныпта жалғыз мен ғана жетесіз болып жүрмін. Сыныптастарымнан ұят болды. Мен ғана жеті атасын білмей жүрмін. Уайымдама балам. Міндетті түрде тауып береміз. Айналайын, сенің қазақша мектепке барғаның қандай жақсы болды. Мектепке барғаныңа бір апта болса да, мінекей жеті атамызды, мәдениетімізді, дәстүрімізді біліп, өзіңмен бірге білісіп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Ботам, уайымдама, тауып берем, бәрі жақсы болады. Мен өте қуаныштымын. Айналайын, жолың болсын, ақ жол тілеймін саған.